Иә. Ал әжеңіз киім-кешек кимейді? Жоқ. Қандай киім киеді? Басына Басына орамал тағады ма? Күнде киеді. Қандай көйлекке? Қамзол, қазақша көйлекке ме? Жоқ дейді. Жақсы. Ал солай киім-кешек кимегені үшін, үстіне қамзол кимегені үшін бұл кісіні әже деп айтпаймыз ба? Жоқ, айта береміз әже деп. Айтамыз, бәрібір біздің әжеміз, қандай болса да, солай қалай киінсе де. Жақсы. Ал екінші топ, сіздер қалай ойлайсыздар? Әжелер міндетті түрде болса киім-кешек киініп, киім-кешек киіп, мәсі киіп, ұршық үйреп жүру керек пе? Жоқ. Неге? Өздерінің ұнағанына байланысты. Жақсы. Ал неге ұршық үйірмейді қазіргі әжелер? Заман өзгереді. Неге ұршықтың орнына бізде қазір не бар? Ине бар. Ине келе біз киім тікпейміз ғой, балалар? Солай ма? Мейірім деп айтты ма? Иә. Жақсы. Келесі. Киімі қандай екен? Кимешек киеді, сосын мәсі, орамал. Жақсы. Ал Әбіл Мансұр, маған айтты ғой, іс-әрекеті не істейді олар? Бұрынғы әжелер не істеген екен? Ертегі айтады. Сосын тағы не істейді? Біздің бүгінгі тобымыздың қолданатын нәрсесі. Іс-әрекеті ол бізге көмектеседі. Иә, немелер көмектеседі. Жақсы. Шәлі? Ол жүннен тоқылған, сондай орамалды шәлі. Кәрім жұмыс істеп жатырмыз ба? Балалар, кәрімге береміз, өзінің ойын білдірсін. Жаңа айтты ғой, міндетті түрде топқа. Егер топта бір бала келбеті түрі қандай?